Birimiz var bardağımız. Tamam, öte жақсы. Onday болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Енді бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын біз сендермен бір-бірімізбен амандасып, күн шуағы әдісі арқылы амандасып алайық балалар. Күн шуағы біздің жалпы өмірімізде, я балалар, күн біздің сәтті өте психологиялық жаттығуымызды күн шуағы деп атауды жөн көрдім. Күн барлығымызға жылу сыйлайды, я? Және күн біздің өміріміздегі подсказка тақтырады. Ал, бірінші мына жақта әмір айта ғой. Күндерің сәтті өтсін. Тамаша, өте жақсы. Аха, не? Мен барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Керемет, жақсы. Келесі Жанерке. Аха, Інжу аяғы. Күндерің сәтті өтсін. Жақсы, рахмет Раян. Күндерің тамаша болсын. Тамаша болсын, жақсы. Айниса. Бүгінгі күндерің барлығы шуақты өтсін. Өте жақсы. Тағы да Жанерке. Бүгін барлықтарыңа жақсы баға тілеймін. Керемет. Тағы Арай. Жақсы көңіл тілеймін. Жақсы көңіл тілеймін. Балалар, мен де сендерге сәттілік тілеймін. Ондай болса, отыра қойыңыздар. Енді қосу тақырыбын өтіп, бүгін сендермен бекіту сабағын жасайық деп өтіп жатырмыз. Яғни бүгінгі сабағымызда мынандай мақсаттарға жетуге екенбіз. Яғни таңбалары бірдей және таңбалары әртүрлі рационал сандарды қосуды үйрену және қолдану балалар. Біз оны үйрендік өткен сабақта, енді біз сендермен бүгін оны қолдануды қарастырдық. Кез келген ойыңды. Болып кет. Тұрамыз тез уақыт. Балалар, жылдамдатамыз, келе ғой. Әмір тұр, бегамыз. Аны келіңдер, тоғжан келе беріңдер, арғы топта келе беріңдер. Тез. Жақсы, жылдамдатамыз. Жақсы, тамаша. Өте жақсы. Жақсы. Сенге ұнайды. Екінші слайд бар бізде. Так, жақсы. Бара бер, отыра ғой. Тамаша. Ал. Отыра қоямыз. Жақсы. Ал. Балалар, сендер өздерің бағалап, мына жаққа балдарды қойып отырасыңдар. Бірақ бізде топ басшы соны орындалуын қадағалайды, я? Жазда ғой, тура солай, жаңағыдай қадағалап отырасың балалардың жазғанын, я? Мына жақта бізде үшінші үйге номер 416 деп берілген болатын үшеуі, я? Екінші емес, по-моему, я? Біз 1, 2, 4-ін шығарғанбыз, я? 3, 5, 6 болған, я? Үшіншісінің жауап тексерейік. Үй тапсырмасын көрші әдіс арқылы тексереміз, балалар. Көршімізбен дәптерімізді алмастырамыз, көршімізбен балалар. Бізде үшіншісінің жауабы 3 беді? Минус 1,160 деген жауаптар шығу керек болатын, е? Сонда шықты ма? Жақсы. Тексеріп алдық қой тапсырмасын? Тамаша. Балалар, бұл бізде практикалық әдіс арқылы орындалатын тапсырма. Топпен орындаймыз, дескрипторға мән береміз. Бұл тапсырма 2 балдық тапсырма, я? 2 дескриптор тұр бізде. Таңбалары әртүрлі рационал сандар қосуды орындайды және жауабын жазады дейді. Біз тапсырманың тек шешуін ғана орындаймыз. Бізге тапсырма берілген, енді сендер сол қағазға, берілген қағазға есептің шешуін және жауабын жазасыңдар. Түсінікті ма? 3 минут уақыт берем балалар. Бұл жылдам орындалатын тапсырма. Жарай ма? Дескрипторға мән береміз есептің шартында, дескрипторда бізде жауабы сұралып тұр. Келе ғой.
яғни бірінші топ бізде тоғжан болдық қой, иә? Жақын жаққа, қатты алыстама. Жақын айта ғой. Тоғжан жалғыз айта ма? Бірінші сеттің жауабы 10 градус. Есептің шартын оқиық, есепті оқиық. Есептің шарты түннің бірінші бөлігінде ауаның температурасы -4 градусқа, ал екінші бөлігінде -6 градусқа өзгерді. Ауаның температурасы түн ішінде қанша градусқа өзгерді? Ауаның температурасы түн ішінде 10 градусқа өзгерді. Қалай жаздық жауабын? -10, иә? Жақсы. Дұрыс. Минус 6,9 деп оқимыз. Тоғжан. -6,9 сандарының қосындысына 1,5 санына қарама-қарсы санды қос. 1,4 қосу минус 6,9 сендер. қосу минус 1,5 тең 6,8. Жауап. Дұрыс емес. Сен ана жерде 6,9 деп жаздың, плюс қып, иә? Оны қате кетті. Жақсы. Жарайды, ештеңе. Плюс 39 минус 24 және плюс 42 өрнегінің қосылғыштарын өсу ретінде жазып мәнін табыңыз. Біз өсу ретінде минус 24, минус 14, плюс 39 және плюс 42 деп жаздық. Және оның қосындысы бізде минус 119 шығады. Неге? Неге 119? Минус 24 берген ғой. Минус 24, минус 14, плюс 39, минус 24, плюс 42. Теріс сандарды қоссақ мынау, иә? Таңбасы бірдей сандар қосылады ғой бізде, иә? Минус қанша? 38, мына жақта қоссақ, бізде уже мынау 39 ғой, мынау минус 38 болса 43 шығу керек қой жауап деген уже. Иә? Мына жақта түскен. Так, үшінші топта да қате. Бірінші топ қана бізде дұрыс орындады. Яғни бірінші жеке тапсырма бал арасы әдісі арқылы орындалған тапсырма. Сендер қазір әрқайсың жеке өздерің орындайсыздар осы тапсырманы. Мына жақта бөліп алыңдар, иә? Мына жақта жете ме? Бұл жақта да балалар бізде осы екі дескриптор бойынша тапсырма екі дескриптор балалар, осы екі дескрипторды біз қарауымыз керекпіз, жауабын жазу керекпіз, шығару керекпіз, иә? Яғни бүгінгі күнді жазып, сынып жұмыс деп жазып қоямыз. Бізде бүгін бекіту сабағы болғандықтан тақтаған қағазды жазған жоқпын. Сондықтан тапсырманы дәптерге. Так, 4 минут уақыт беремін балалар, иә? Тезіректі деп ойлаймын. Айтқан боласың. Молодец, мы нарисовали. Есть. Страница, значит, осыны көрсеткен. Дұрыс. Тексерейік балалар. Бұл да балалар бізде жаңағы 2 балмен, иә? Мен үстінен бастап айтамын, иә? Жоғары жақтан бастап айтамын жауаптарын. Сендер табасыздар. Мен бүйтіп айтайын, онда. Минус 48, минус 2 тең болады бізде. Минус 50. Аха. Так, минус 8 плюс 9 болады. 1. Минус 9, минус 19 болады. Минус 27. Минус 37 плюс 2 болады. Минус 35. Минус 11, минус 40 болады. Минус 51. Минус 9 плюс 13 болады. 4. 5 минус 3 тең минус 2-ге. Минус 21 плюс 3 болады. Минус 18.
5 минус 50 болады 55-ге тең. Так, минус 3 қосу 42, 39-ға тең болады. Минус 99 плюс 3 минус 6 тең 21-ге болады. Тағы да өзіміздің таңбалар әртүрлі, не болмаса таңбалар бірге рационал сандарды қосуда қателік жібердік деген сөз, иә? Жартысында не болмаса бір-екі қате бар болса, онда біз 1 балл қоямыз. Бағаладық па өзімізді? Әділ бағалаймыз балалар, иә? Бағалау парағы сендерде. Бағалау парағымыз. Ал бағалау уақытта жылдамдықты аяқталғашы қадағалаймыз. Бағалап болғандарымыз орнымыздан тұрайықшы балалардың тынығуына мүмкіндік берейік. Бәріміз орнымыздан тұрған соң қолымызды құлыптап ұстап жоғары созамыз. Енді мен оң сан айтсам, қай жаққа жылжимыз? Оң сан болса, бізде координаталық сәуледе оң сан қай жақта? Жақсы, тамаша. Мен оң санды айтсам, сендер оң жаққа иілесіңдер, сол сан айтсам, сол жаққа иілесіңдер. Бірінші, 6 минус 11 минус 4,5 6 минус 9,2 минус 7 8 2,123 минус 2,8 минус 10 200 0 0-да не істейміз? Ортада тұрамыз, неге? Себебі 0-да біз ешқай жаққа иілмейміз. Себебі неге? Неге? Ненің бастапқы бөлігі? Және ол не істеп тұр? Біздің сан сәулетісін не істеп тұр? Бөліп тұр, балалар, екі бөлікке. Бізде қойылымда кім 0 болып еді бізде? Алдияр, сіз 0 болып едіңіз ғой, есіңізде ма? Алдияр 0 болған, мен оң сан болдым, Тоғжан теріс сан болды ма? Нұрсұлу болды екеу, Біз сабақта қойылым ретінде өткен болатынбыз, бұл тақырыпты. Жақсы, тамаша отыра қойыңдар, балалар. Бір секунд алды деп ойлаймын, Қазір номер 395-ші есеп, кестені толтыр деген тапсырманы орындаймыз қазір. Бірінші есепте тақтаға жылдамдатайық. Бірінші топтан Нұрислам келе ғой біріншісіне. Екінші тапсырмаға кім келеді? Милана келеді. Екіншісіне кім келеді? Тоғжан келе ғой екіншісіне. Оңай тапсырма бөлді, кім? Анна кел үшіншісіне келдік, тақтаға. Төртіншісіне кім келеді дейді? Қол көтеріп, неге қол отырсыңдар? Төртке кім келем дейді? Аниса кел төртке. Қалғанымыз дәптерге жазамыз, өзіміз тақтаны күтпей орындай береміз. Бұл тапсырмада минус 18. Минус 18. Так, минус 75,7. Дұрыс отыра ғой. Тамаша. Так, болдық па қалғанымыз орнымызда отырып шығарғандар? Тексере беріңдер. Неге болса, сен таңбалар екі түрі ғой. Сөйткен санам шыстан беттасын. Қайсымыз ұялы телефонымызды алып, мына QR кодты сканерлеп, Learning платформасында орындасақ. Көрінбей ма? Апай тырқында тұрмыз. Аха.
сұрақтарын өздеріңіз бағалаңдар. Жаңа критерий бойынша екі дискриптор бойынша я. Қазір жұптық жұмыс бізде жұптық тапсырма лабиринті ойын арқылы жүреді. Сендердің әрқайсыңа жұптасасыңдар да, мынау жұптық тапсырманы орындаймыз. Баста деп тұр, қараңдар, басында баста, сол жақтан баста, арқада кетесіңдер. -8 плюс 2 деп тұр, я? Одан кейін қалай болса, таңбалар әртүрлі болған кезде модуль үлкен саннан, модуль кіші санды азайтамыз. Модуль үлкен сан таңбасын қоямыз. Мына жақта мысалға -8 плюс 6 болады -8 плюс 2 болады -6. Астына түсемін, сөйтіп арқада кетемін. Сөйтіп лабиринттен сендер соңында аяқта деген жаққа келіп бересіңдер. Сөйтіп лабириттен шығу керексіңдер. Жылдамдатайық. Нүкте қоясыңдар ма, жоқ бағыт дауыс қоясыңдар ма, бағыт сызып жаңағы лабириттен шығу жолын қоясыңдар ма. Так, -6. Мына жақта. Мына жерде қате келді, ясы. Тағы да аяқтағандар бар ма бізде? Қате мысалға. Болды, бері қараймыз. Топ басшылар жаңағы жұптық жұмыс, жеке жұмыс, тақтамен жұмыс, тағы да не болды бізде? Топтық жұмысының барлығын топ басшы қорытындылай берсін бағаларын, қалғандарымыз рефлексия жасайықшы балалар. Асық, дорба рефлексиясын. Егер де барлығы бүгінгі сабақтағы тапсырмалардың барлығын түсіндім, барлығын орындай алдым десеңдер, өздерінің асықтарында мына дорбаға саласыңдар. Сұрағым бар десеңдер, онда мына дорбаға түсінбедім бүгін мүлдем ешқандай тапсырманы орындай алмадым десеңдер, мына дорбаға өздерінің асықтарын салыңдар, шкелеп отыр. Топ басшылар орындарында отырып бағалауды аяқтай беріңдер, я? Маған бағалау қарағым келесің. Сұрағым бар болса мынау. Айбар енді, молодец, Айбар мені шын жауап берді. Тамаша, жарайсыңдар балалар, өте жақсы, керемет. Түсінбедім деген бала жоқ екен бізде. 418 есептелге аласыңдар балалар, жазып алыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. 25 кабинетке бара беріңдер. Рахмет. Топ басшылар маған бағалау қарағым келесіңдер. Мен бағаларын білім класқа қойып шығамын.